Саламатсыздар ма? Мен Балқаш қаласы білім бөлімінің Әлихан Бөкейханов атындағы номер 15 мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің математика пәнінің мұғалімі Тусупова Нұрсұлу Дулатовна. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 7 сыныптағы алгебралық өрнектерді түрлендіру. Сабағымыздың мақсаты құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді түрлендіруді орындау. Яғни алгебралық бөлшектерді сыныпта сендер таныстыңдар жылдың басында. Енді нені білесіңдер, соған тоқталайық. Сіздердің білетіндеріңіз алгебралық бөлшектің анықтамасын білесіңдер, рационал өрнектің мүмкін мәндерін табуды білесіңдер, алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін білесіңдер, алгебралық бөлшектерді қоса және азайта аласыңдар, алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлуді білесіңдер, сонымен қатар дәрежеге шығара аласыңдар. Енді осы білетінімізге кішкене ой түрткі жасап, анықтамаларды қайталап кетейік. Бірінші алгебралық бөлшектің анықтамасына тоқталайық. Алгебралық бөлшекте b-дан a түріндегі өрнекті айтады. A және b көп мүшелер, бүтін өрнектер болу керек. Мысал келтірсек, с квадрат минус 7-ден 6 қосусы. Алымы да бөлімі де көріп отырғандай бүтін өрнек немесе көп мүше болып тұр. Сонымен қатар x квадрат минус 4x қосылған 1, 5x қосылған 6 азайтылған y да көп мүшеге жатады. Енді бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндеріне тоқталайық. Бөлшек рационал өрнектің мүмкін мәндері деп бөлшектің бөлімін нөлге айналдырмайтын айнымалылардың мәндерін айтамыз. Мысалы, x-тан 10x қосылған 9 деген алгебралық бөлшекті алсақ, бөлшектің бөліміндегі тұрған x-тің орнына қандай санды қоюға болмайды? Оның орнына 0-ді қоюға болмайды. Өйткені бөлшекте 0-ге бөлуге болмайды. Сондықтан 0-ге тең емес барлық мәндері бұл өрнектің мүмкін мәндері болады. Енді бөлшектің негізгі қасиетіне тоқталайық. Біз жай бөлшектердің негізгі қасиетін білеміз бұрыннан бері. Яғни, егер бөлшектің алымында бөлімін 0-ге тең емес бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, бөлшектің мәні өзгермейді деген. Енді осы қасиетті біз рационал бөлшек өрнекте де осындай қасиетіне тоқталайық. Кез келген AB тең емес 0 және S тең емес 0 үшін B-дан A тең, BC-дан AC теңдігі дұрыс дейді. Яғни, бөлшектің алымында бөлімінде 0-ден өзге бір өрнекке көбейтуге немесе бөлуге болады екен. Яғни, негізгі ережелерді қайталап кеттік. Енді мына тепе-теңдіктерді табыңдар деп, біз қосу, көбейту, бөлу, азайту және дәрежені шығаруға есептер қарастырайық. Бірінші, y-тан 4x қосылған 5, қосылған 5y-тан x азайтылған 8. Қарап отырғандарыңыздай, бұл алгебралық бөлшектерді қосу. Алгебралық бөлшектерді қосқанда не істеуші едік біз? Олардың бөлімдері бірдей болу керек. Яғни бөлімін 5y қылып аламыз. Бірінші бөлшектің толықтауышы 5, оны бөлшектің алымына көбейтіп ықшамдасақ бізде жауабы 21 x қосылған 17-нің 5y-ге қатынасы шығады екен. Яғни, b деген әрпін көріп тұрмыз. Келесі, екінші біз бөлшектерді көбейтуге тоқталайық. Бөлшектерді көбейтудің ғана есімізге түсірейік. Біз бұл жерде бірінші бөлшектің алымын x квадрат минус 16-ны көбейткішке жіктейміз. Одан кейін оның көбейткішке жіктегеннен кейін x минус 4-пен біреуін қысқартамыз. Y пен y квадратты қысқартатын болсақ, есептің жауабы x азайтылған 4-те xy қосылған 4y-ге тең болады екен. Яғни, қалған алымында бөлімінде бір-біріне көбейткеннен кейінгі өрнек шыққан. Үшінші, бөлшекті дәрежеге шығару. Енді бөлшекті дәрежеге шығару кішкене оңайырақ. Сондықтан оның жауабы 49d квадраттан 9a-ның 10 дәрежесі b квадрат с-ның 6 дәрежесіне тең болады екен.
яғни екінші дәрежеге шығардық. Әрпіміз L әрпі екен. Келесі төртінші бөлшектерді азайту. Бұл жерде де алгебралық бөлшектерді азайтқанда біз бөліміне назар аударамыз. Бөлімдері бірдей болу керек. Көріп отырғандарыңыздай, екі бөлшектің бөлімі ұқсайды, бірақ та екінші бөлшектегі b минус аны кері айналдыруымыз керек. Сонда алдына минус таңбасы шығатын болса, біздің жауабымыз а минус b-дан минус 6а квадрат минус 15-ке тең болады. Жауабымыз әрпіміз Ш. Келесі бөлшектерді бөлуді қарайық. Бөлшектерді бөлудің қандай несі бар? Ережесі бар. Яғни біз бірінші бөлшекті екінші бөлшектің кері бөлшегіне көбейтуіміз керек. Сонда 9y квадрат пен y-тің 5 дәрежесі қысқаруы мүмкін. 20x-тің 3 дәрежесімен 16x қысқарады. Екеуінің алымына бөліміне көбейтетін болса, есептің жауабы 5x квадрат y кубтан 36-ға тең болады екен. Келесі ең соңғы тапсырмамыз, яғни бөлшектің негізгі қасиетіне. Бұл жерде, яғни біз не істейміз? Алымын қалдырып, бөлімін көбейткішке жіктейміз. Көбейткішке жіктеп қысқартатын болса, есептің жауабы x азайтылған 3y-дан 1-ге тең болады екен. Бүкіл есепті тауып алдық. Сонда бізде жасырын сөз бөлшек деген сан шығыпты. Енді жалпы бөлшекпен балалар сендер 5-ші сыныптан бастап таныссыңдар. Енді осы бөлшектің біз тарихына кішкене тоқталып кетейік. Бөлшектердің тарихы 1000 жылдан астам уақытты қамтиды. Яғни өздерінде бөлшекті не үшін пайдаланатынымызды білеміз. Біз бүтінді бөліктерге бөлеміз. Осы қабілет ежелгі Египет пен Вавилон территориясында пайда болған екен. Жылдар өткен сайын бөлшекпен орындалатын операциялар күрделене түсті, олардың жазылу формасы да өзгерді. Қазіргі біздің бөлшектің жазылуы, яғни сызықша, алымы, бөлімі деп бөлеміз. Сонда ежелгі Египеттегі бөлшектердің жазылуына назар аударыңдар. Сонымен қатар Вавилондағы математиканың дамуы дейді, яғни ыдыстардың сыртына, қыш ыдыстардың сыртына өздері бөлшекті қалай түсінеді, оларды қалай белгілейді, міне жазуларына назар аударайық. Сонымен қатар бөлшектері бар өрнектер дейді. Яғни бұл ежелгі Вавилондағы өздерінің папирус қағаздарына жазған өрнектері, бөлшекті өздеріне түсінгендері. Енді бөлшектің тарихына кішкене тоқталдық. Бізде бөлшектер әрі қарай күрделеніп жатыр. Яғни бұл математиканың бір тарауы. Біз жай бөлшектер, одан кейін алгебралық бөлшектерге тоқталдық. Енді біздің бүгінгі сабағымыз алгебралық өрнектер түрлендіру болғандықтан, қазір енді осы тақырыбымызды қарастырайық. Бірінші мысал, екем азайтылған 1-ден екем қосылған 1 мен екем қосылған 1 мен екем азайтылған 1-дің айырмасы және бөлу 10m азайтылған 5-тен 4m. Енді көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде азайту, көбейту, бөлу, барлығы қатар келеді. Сонда біз амалдардың орындалу ретін білуіміз керек. Бұл мысалымызда бірінші жақшаның іші орындалады. Бөлшектердің бөлімдері әртүрлі болып тұр, сондықтан бұларды ортақ бөлімге келтірейік. Бірінші бөлшектің толықтауышы мен екінші бөлшектің толықтауын жазатын болсақ, бізде екем қосылған 1-дің квадраты минус екем азайтылған 1-дің квадраты деген формулаға келеміз. Енді қысқаша көбейту формуласын ашып, алымын ықшамдайтын болсақ, біздің жауабымыз 8m-нің екем азайтылған 1 көбейту екем қосылған 1-ге қатынасы болады. Енді бөлшектің бөліміне тиіспей тұра тұрайық, яғни келесі өрнегімізге, келесі амалымызға тоқталайық. Екінші амалда біз осы бірінші амалдағы өрнегімізді бөлеміз 4m бөлінген 10m азайтылған 5-ке. Яғни бұл өрнектерді біз бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Одан кейін көбейтуді, яғни алымына, бөліміне көбейтуге келтірейік.
Сонда ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығаруға болады екен. 10m азайтылған 5-тен 5-ті шығаратын болсақ, 2m азайтылған 1. Одан кейін алым мен бөлімін қысқартатын болсақ, бұл есептің жауабы 2m қосылған 1-ден 10-ға тең болады екен. Яғни есебіміздің жауабын жазып қояйық. Енді тура осындай балалар, өрнекті ықшамдауға біз өрнектің мәнін табыңдар деген есепті қарастырайық. Бұл өрнектің мәнін табу үшін біз бірінші өрнекті ықшамдап алуымыз керек. Содан кейін барып ең соңында x-тің орнына апарып минус 1,5-ті қоямыз. Енді бірінші амалға қарасақ, бірінші амалымыз біздің көбейту болып тұр. Енді көбейтуді орындайық. Бірінші бөлшектің бөлімі ол қысқаша көбейту формуласына келеді. Екінші бөлшектің бөлімі де x квадрат минус 4-ті біз көбейткішке жіктейміз. x минус 2, x плюс 2 деп алымдарын көбейтеміз. 3-ті ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда алым мен бөлімінің қысқарғаннан кейінгі өрнегі бізде x азайтылған 1 көбейтілген x азайтылған 2-ден 3-ке тең болды. Енді екінші амалымызда біз азайтуды орындайық. Екінші екі бөлшекті азайтатын болсақ, біз бірінші бұларды ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Сонда ортақ бөліміміз біздің x азайтылған 1 көбейтілген x азайтылған 2. Толықтауыштарын бірінші бөлшекке толықтауышы 1, екінші бөлшекке толықтауыш x азайтылған 1. Жақшаларды ашып, ықшамдасақ, біздің өрнегіміз әр қарай ықшамдалады. Ең соңында көріп отырғандарыңыздай 6 азайтылған 3x-тан 3-ті жақшаның сыртына шығаруға болады. Сонда 2 азайтылған x пен x азайтылған 2 бізде қысқарады. Алдына минус таңбасы шығады. Сонда x азайтылған 1-ден 3-ке тең болады. Бұл өрнектің мәнін енді орнына апарып қоятын болсақ, x-тің орнына минус 1,5-ті, біздің жауабымыз 1,2-ге тең болады екен. Сонда өрнектің мәнін табу үшін біз бірінші өрнекті ықшамдап, ең соңында барып орнына қойдық. Енді тепе-теңдіктерді есімізге түсіріп кетейік. Тепе-теңдіктерді мына әдістердің біреуімен дәлелдеуге болатынын білесіңдер. Яғни тепе-теңдіктің сол жағын оң жағы шыққанша түрлендіруге болады. Тепе-теңдіктің оң жағын сол жағы шыққанша түрлендіруге болады. Тепе-теңдіктің екі жағында бірдей өрнек шыққанша түрлендіруге болады. Тепе-теңдіктің сол жағы мен оң жағының айырымын түрлендіруге болады. Енді осы тепе-теңдіктің дәлелдеу әдісімен біз келесі мына мысалға қарастырайық. n квадрат минус mn-нан m қосылған mn азайтылған m квадраттан n-нің қосындысын көбейту n квадрат қосылған m квадраттан n квадрат қосылған nm квадрат дейді. Бұл тең болады n азайтылған m-нан 2n азайтылған 1. Осы тепе-теңдікті дәлелдеңіздер. Біз бірінші шешу үшін алдымен тепе-теңдіктің сол жағын түрлендіреміз. Яғни жазып алайық. Енді бағанағындай бірінші амал, екінші амал деп орындап үйренгеннен кейін біз өрнектерді жалпы ықшамдап отырайық. Бірінші жақшаның ішіне назар аударсақ, жақшаның ішінде ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Сондықтан ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарайық. Бірінші бөлшектің бөліміндегі n жақшаның сыртына шығады. Екінші бөлшектің бөліміндегі m жақшаның сыртына шығады. Одан кейін бірінші бөлшектің толықтауышы m, екінші бөлшектің толықтауышы n болғандықтан, бізде бірінші бөлшегіміз m квадрат қосылған n квадрат, бөлімінде nm, жақшаның ішінде n азайтылған m. Енді көбейтуді де ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығарайық. Сонда nm жақшаның ішінде n қосылған m, бөлімінде n квадрат қосылған m квадрат. Екеуінің ортасында көбейту тұрғандықтан, бұларды бір бөлшекке алып жазайық. Енді көріп отырғандарыңыздай қысқаратындары бар. Яғни m квадрат қосылған n квадраттар мен қатар nm қысқарып кетеді. Жауабымыз n азайтылған m-нан n қосылған m-ға тең болды. Бұл тепе-теңдіктің сол жағын түрлендіргеніміз.
Енді тепе-теңдіктің оң жағын түрлендірейік. N азайтылған m-нан 2n азайтылған 1. Бұны ортақ бөлімге келтірейік. Яғни 1-ге n азайтылған m-нан береміз. Сонда алымдағы ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, жауабымыз n азайтылған m-нан n қосылған m-ға тең болады екен. Яғни екі жақтың да тепе-теңдігін дәлелдедік. Енді қазір өзіміздің осы бөлшектерімізді математикалық сауаттылыққа үйлестірейік. Егер y-тің x-ке қатынасы тең 2 болса дейді, онда 3xy азайтылған y квадраттан 2xy қосылған x квадрат өрнегінің мәнін тап дейді. Бұл есепті қалай шешер едіңдер? Яғни біз бұл жерде y-ті 2x-те белгілеп алатын болсақ, одан кейін y-тің орнына апарып қойсақ, біздің өрнегіміз оп-оңай шығайын деп тұр. 2x квадратты 2x-ті 2x-қа көбейтеміз, қосылған x квадрат бөлімінде 3x көбейтілген 2x азайтылған 2x-тің квадраты орнына қоятын болсақ y-тің. Сонда 2x квадраттан 5x квадрат шығады. X квадраттарымыз жойылатын болса, 5-тің 2-ке қатынасы 2,5. Міне математикалық сауаттылықтың осындай есептерін, логикалық есепті осылай шығаруға болады екен. Енді балалар, сендерге үйге тапсырма, мына өрнекті, яғни алгебралық өрнекті түрлендіресіңдер. Енді біздің бүгінгі сабағымыз бойынша рефлексия жасап кетсек, яғни бұл сабақта артықшылығы не болды, кемшілігі не болды, және саған қызық болғаны не? Өз-өзіңе рефлексия жаса. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.